Жеңілуді білмейтін қолбасшы Халид ибн Уалид. Исламды қабылдағанға дейін мұсылмандарға қарсы шайқасып, үлкен зиянға ұшыратса, жүрегі иман нұрымен шайылғаннан кейінгі бүкіл ғұмыры Алланың дұшпандарына қарсы қылыш сермеумен өтті. Өзінің өмір тарихын Алла елшісінің қолын қысып, кәлима айтқан күннен ғана басталғанын қалайтын. Қолынан келсе қараңғылықта өткізген күндерін жадынан із қалдырмай өшіріп тастар еді. Халид ибн Уалид мүшриктердің мұсылмандарға қарсы ұрыстарының бәрінде де алдыңғы шепте жүрді. Алайда әр шайқастан кейін өзімен өзі соғысқандай күй кешіп, ағат басқандай жан сарайы жадауланып, алай-дүлей болатын. Худайбия келісімі Халид ибн Уалидтің мұсылман болуына жол ашты. Табиғаты арпалысты сүйетін жауынгер рухты Халид үшін бұл бейбіт келісім мұрсат мерзімі десе де болады. Өйткені жеке қалған түндерінде шұғыласы шар тарапқа кең жайылып, күннен күнге туы жоғарыда желбіреген жаңа дін жайлы бір сәт болса да дұшпандық ниетінен арыла отырып, шынайы пейілмен ойлана бастады. Алладан тура жолға түсіруді тіледі. Көкірегіндегі дұшпандығы мен жаман пейілінен арылып, бар пейілімен ой тұңғиығына терең бойлаған сайын, Халид Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам нағыз пайғамбар екендігіне көзі жете бастады. Ол мұсылман болудың оңтайлы кезеңін асыға күтті. Худайбия келісімі бойынша мұсылмандар орындай алмаған умра сапарларының қазасын өтеуге Меккеге келгенді. Халид Алла елшісінің көзіне көрінуге ыңғайсызданып, жасырынып жүреді. Меккеге келген мұсылмандардың арасында інісі Уалид ибн Уалид те бар еді. Ол Халидті қанша іздестірсе де таба алмады. Ағасына төмендегі хатты жазып тастап кетті. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Осыншама ақылды бола тұра, исламды қабылдаудан қашқаның ақылға қонымсыз. Ислам тәрізді ақиқат діннен кім ашақ тұра алады? Расулуллах менен Халид қайда деп сұрады. Мен, Алла оны алып келеді дедім. Халид сияқты адам исламнан қалайша нәсіпсіз қалады. Бойындағы күш-жігерін мұсылмандардың игілігіне жұмсаса, өзіне де абзал болар еді деді. Бауырым, есіңді жей, тезірек жет. Мүмкіндікті уыстан шығарып алма. Бұл хат Халидтің исламға құлшынысын арттыра түсті. Әсіресе пайғамбарымыздың арнайы сұрап іздегенін естіген кезде төбесі көкке жеткендей қуанды. Түсінде өте тар және құрғақ жерден кең әрі жап-жасыл бір алаңқайға шыққанын көріп, кейін ол тұсын исламды қабылдауға жорыған еді. Халид Алла елшісінің құзырына баруға белін бекем болды. Алайда жалғыз баруға ыңғайсызданып серік іздеді. Жолда Осман ибн Талхаға кездесті. Оған ниетін айтып, екеуі Алла елшісін саллаллаху алейхи уассаламға бірге баруға келісті. Хидда деген жерге барған кезде Эфиопиядан оралған Амр ибн Асқа жолықты. Амр да оларға қосылды. Амр ибн Ас Меккеге мүшриктердің ең айлалы көзі қырақты саясаткері болатын. Мүшриктердің қатарына жүрген кезде Алла елшісіне саллаллаху алейхи уассаламге қатерлі қастандық жоспарын құрушы азулы дұшпандарының бірі болатын. Нұрлы Мәдинаға үшеуі бірге жетті. Оларды Халидтің бауыры Уалид күтіп алып, тезірек жүріңіздер. Расулуллах саллаллаху алейхи уассалам сіздердің келе жатқаныңызды естіп қатты қуанды. Ол сіздерді тосып отыр деп сүйініш хабар жеткізді. Ислам бақытына бөленуге бет алған бұл үш баһадур жайлы Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам Меккеге өз сүйіктілерін құшағымызға табыс етті деді. Шынында да бұл үшеу мұсылмандарға қарсы шайқасқан мүшриктердің ең жау жүрек ерлерінен еді. Әрине, мұндай күштердің мұсылмандарға келіп қосылуы исламның бұғанасын қатырып, буынын бекіте түспек, тағдыр тамаша сыйын тарту етті. Алла Расулы өзіне топтанып келгендерді ғана емес, жеке келген адамдарға да айрықша мән беретін. Амр ибн Ас және Халид сияқты Құрайштың асыл ұлдары дара тұлғалардың алдынан шығу үшін өзінің сахабаларын жіберіп, үлкен илтипат көрсетті. Халид сияқты Меккенің белді кісісіне жылы шырай мен ыстық ықыласын білдіргенде Халид ибн Уалид бақыттан басы айналды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, мен Халид осыншама ақылды бола тұра қалайша күпірлік ішінде жүр деп таң қалып, сенің бір күні келіп исламды қабылдайтыныңа нық сенімді едім деді. Халид ибн Уалид ескі күнәләрін еске алып, іштей қынжылды. Пайғамбарымыздан күнәләрдің кешірілуі үшін дуа етуін қатты өтінді. Әлемдерге рақым етіп жіберілген пайғамбарымыз ислам бұрынғы күнәләрді санамайды, толығымен өшіреді десе де қанағаттанбай дуа етуін сұрады. Алла елшісі
колун көккө көтөрүп: "Я Алла, эл журтты сенин колуңдан алыстатуу үчүн жасагандарын кечиргөр" деди. Пайгамбарыбыздын жылы чырайынан тебиренип, будан кийинки саналуу гомурун боюндагы бүкүл кубатын ислам байрагын байтак элемге желбиретүү жолунда жумсады. Бул үч батырды кылычтын күчү менен мусулман этүү мүмкүн эмес эди. Олар Алла элчисинин шынайлыгы менен табандылыгына аз убакыттын ичинде өзүнүн айналасына бирөңкей асыл зада адал сериктер жыйнап, олардын эң сүйүктүүсүнө айналганына таң калып, исламга акыластылык таанытты. Ислам зорлук менен кабылданатын дин эмес, адамдарды бактка жеткизер акыйкат жолу. Ары таза, зер салып ойланган адам даңкты сахабалар сыяктуу буга анык көз жеткизе алады. Халид ибн Валидтин алгаш катышкан шайкасы Мута урусу. Бул шайкас пайгамбарыбыздын грек патшасына жолдаган Харис ибн Умейрдин Шам акимы тараптан өлтүрүлүүнөн тууду. Бул окуйга Алла элчисине ауыр тийди. Өйткөнү ол кезге дейин элчи өлтүрүлмөйтүн. Харис ибн Умейр пайгамбарыбыздын элчилеринен эң алгашкы әрі соңғы шейит. Расулулла шогул түрдө 3000 кишиден туратын әскер жасактады. Әскер басы болуп Зейд ибн Харисе тагайындалды. Халид ибн Валид Мута согусуна катышкан кезде 2 ай бурун гана мусулман болгон эди. Мута шайкасына аттанар кезде кол башчылардын арасында онун аты да аталмаган. Ол шайкаска карабайым әскер ретинде катышты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Зейд, Жафар, Абдулла ибн Равахалардын аттарын атап, егер булар әлде кандай жагдайга тап болса, Алла кылычтарынын бирөө үстү мойнуна алсын деген. Бул жерде есим айтылмаса да, тарих Алланын кылычынын Халид экенин көрсөттү. Тарих Алланын кылычынын Халид экендигин көрсөттү. Шайкас 6 күнгө созулду. 6-шы күнү тагдырдын жазуу болуп, Алла элчисинин айтканындай 3 кол башчы да майдан даласында биринен кийин бири шейит болду. Ислам әскери кол башчысыз калды. Византиялыктар мусулмандарды тегиз кырып жиберүүнүн азак алдында турду. Көптөгөн сахаба шейит болду. Согустун жан берисип, жан алышкан шагында байракты Сабит ибн Акрам колуна алды. Сабит артындагы Халидти көрө сала тууду соган усунду. Енді гана мусулман болгон Халид алдында өзүнөн бурун мусулман болгон мухажирлер менен ансарлар бар кезде оларга кол башчы болууга ылайык эмесмин деп кишипейилдик таанытты. Тууду алгысы келмей тартынчактады. Сабит тууду сен колуңа ал, өйткөнү согуш тәсилин сен менен алда кайда жакшы билесиң. Мен тууду саган берүү үчүн алдым деп бастырмалады. Сахабалардын кол калабы менен Халид байракты колуна алды. Сол түн Халидтин түнү болду. Ар түрдүү стратегия жасап, душмандын эсин чыгарды. Сол канаттагыларды оңга, оңдагыларды солга, арттагыларды алга чыгарып, бейне бир жаңа күч келип косулгандай көрсөтүүгө тырышты. Византия аскерлери шыны менде жаңа кубат келди экен деп саскалактап калады. Халид ибн Валид шабуулду үстү-үстүнө өдөтүп, бастырмалатып жеңилип бара жаткан ислам сайып кырандарын жеңиске бастады. Калган мусулман аскерлерин Мәдинеге шашау чыгармай аман алып кайтты. Осы шайкаста эки жахан сардары саллаллаху алейхи вассалам кахарман Халидке Сейфулла, Алланын кылышы деген атты таңды. Тарихчылардын айтуунча мусулмандардын саны 3000, византиялыктардын аскери саны 100 000 болупту. Сахабаларды теңдессиз етип тербиелеуде алдына жан салмаган Алла элчиси ар кимдин кабилет карымына карай кызмет арткандыктан ол міндетін толук аткарган. Сейфулла атанган Халид барлык жерде Алланын алып түсөр алмас кылышы болуп, эч качан жеңилүүдү билмеди. Алла элчиси вахийга сүйенген парасаты аркылы мемлекеттин негизин устап туратын тетиктерди орду менен колдона билди. Ол касиеттүү мектебинде Халид сыяктуу талай аскерди тарландырды. Әлемге әйгілі кол башчыларын тәрбиеледі. Яғни олардың кабилеттерин шыңдады. Hazret Халид сол мектепте тәлим алып, бойындағы кабилеттерин кемелдендирген олу кол башчы дәрежесіне жетті. Мута урысы исламдын атак даңкы жер жарууна септигин тийгизген шайкас. Бул шайкас кол башчы Халидтин Алла кылышы деген атка ылайык экенин көрсөткөн шайкас. Ушпу шайкаста Алла элчисинин эң жакшы көргөн сахабаларынын үшөөү шейит болгон эди. Жеңиске жеткизген Мута шайкасынан кийин күллү шар тарапка исламдын саясий ыкпалы мыктап моюндалды. Будан кийин Бану Асфарда исламдын атагы жайылып, Алла элчисинин аты ол жакка да жетти. Саңылак сахабалары да адамзатка сый ретинде жиберилген набиге жасалган бир тартуу болатын. Ислам шапагаты демесек аз убакытта болмашы күч, согуш тажрыйбеси жагынан да башка мемлекеттерден да алда кайда тажрыйбесиз, бири-бири менен үнемі кыркысып өткен
жалаң аяк карап, бул сөз оларды кемситүү максатында эмес, кайта оларга тент болгондуктан колдонулду. Муншама жетистикке жетүүнү калай түшүндүрүүгө болот? Олар бул иске шын жүректери менен киришип, шынайлык менен ауыр міндетти моюндарына алуу аркылуу Алла Расулунун саллаллаху алейхи ва саллям терең сүйүспенчилигине ээ болгон. Эгер биздин урпакта солар сыяктуу акыйкат жолу осы деп одан тайынбаса, сахабалар сыяктуу олар да Алланын элчисинин сүйүспенчилигине бөлөнбек. Ардакты элчи саллаллаху алейхи ва саллям Халидти өз үйүнө коңуз кондуруп, атты аскерге кол башчы этип тагайындады. Бул ардакты элчинин Алла кылычына деген көрсөткөн курмети еді. Ол Тайф коршоунда, Меккенин алынуунда, Хунейн согусунда және де башка да ирилүү усактуу урустарга катышып, ислам майдангери бола билди. Хунейн согусунда жараланды. Алла элчисинин берекеттүү дугасынын аркасында жаракаттары жазылды. Сүйүктүү элчи Мекке алынгандан кийин Узза путун талкандоо үчүн Халидти жиберди. Халид мелчиген меңирөө кара путка карап: "Эй Узза, мен саган сенбеймин, сени курметтемеймин де. Өйткені Алла Тағаланың саған еш құрмет етпейтінін түсіндім", деп айтып путты күл талқан қылды. Өйткені олы құдірет Алланың қасында дәрменсіз қара тақтайдан жасалған путтың еш құны жоқ. Халид қара путты талқандау үшін құлшына кірісті. Путтың бейнесіндегі бүкіл ширкке қарсы күрескендей жігер көрсетті. Бұл маңызды істі бітіргеннен кейін Алла елшісіне барып міндетін атқарғанын айтты. Алла елшісі Уззаның абыройы айрандай етілді. Бұдан былай арабтар үшін Узза жоқ, оған енді ешкім табынбайды деді. Халид те Аллаға мадақ айтып: "Ва Расулулла, бізге исламда ақиқат дінін сыйлап, құрдымға кетуден сақтап қалған Аллаға мадақ. Мен әкемнің 100 түйесі мен қойының ішінен ең жақсысын таңдап, Узза үшін сойғанын, оның қасында 3 күн қалып, үйге қуанышы қойнына сыймай келгенін көрдім. Әкемнің бүкіл ғұмырын пида еткен сеніміне, естімейтін көрмейтін зияны да пайдасы да жоқ қу тақтайдан жасалған пұтқа құрбандық жалып, соншалықты алданғанына қайран қаламын" деді. Башқа да сахабалар сияқты Әзірет Халидтің пайғамбарымызға деген сүйіспеншілігі шексіз еді. Халид Ухудта мұсылмандарды үлкен зиянға ұшыратса да, Алла Расулына келіп мойын сұнып, серттесіп қол қысқаннан кейін өзін Алла елшісінің бір бөлшегі сияқты сезінді. Тіпті алғаш шайқасқа оны алып шықпау Халидке ауыр тиіп, таң ағарып атқанша боздап жылаған еді. Ермук шайқасынан көтерілген шаңнан күн тұтылғандай қан судай ақты. Ажал қылыштары сермеліп, зыңылдай ұшқан жебе золаған оқтардан көз тұнады. Осындай сәтте даңқты қолбасшысы Халид басынан түсіп қалған сәлдесін іздеп алас ұрды да қалды. Әскерлерге сәлдесін табуға бұйрық берді. Сарбаздар әмірде екі етпей жыртылып қалған сәлдесін тауып береді. Түте-түтес шыққан сәлдесін сонша іздетудің құпиясы не деп таңданған әскерлеріне қарап, Расулуллах умра жасар кезде шашын алғызды. Сахабалардың бәрі оның шаштарын жерге түсірместен қағып алып жатты. Мен де бәрінен шапшаң қимылдап, мүбәрек шаштан алып, осы сәлденің ішіне сақтадым. Содан бері қандай шайқасқа да кірсем де жеңіске жеттім деп пайғамбарымызға деген сүйіспеншілігін көрсеткен еді. Халид ибн Валидтің батырлығы мен жау жүректігін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям әлде неше рет мақтан еткен. Мекке алынып, мұсылмандар жан-жақтан жиналған кезде Халидті радиаллаху анху байқап қалған пайғамбарымыз Әбу Хурайраға қарап: "Мына келе жатқан кім?" деп сұрады. Әбу Хурайра: "Халид ибн Валид дегенде, бұл Алланың ең жақсы құлы" деді. Тағы бір ретінде пайғамбарымыз Халид жайлы: "Ол бәрін сендер үшін берді. Барында жоғында шайқастарда Алла жолында сарып етті" деген. Халидтің дүниеге татқан ләззаты дін жолындағы жихады. Жихадты ең жақсы көріп, үйленген әйеліммен өткізген түннен немесе ұлды болып сүйіншіленген күнден де тәтті дейтін. Ол сондай күндерінің бірін былайша баяндаған екен: "Расулулланың әскерлерінің сапында едім. Түн тастай қараңғы, дұшпанмен бетпе-бет келу үшін таң ағаруын сабырсыздана күттім. Мен үшін әлемде сол түннен асқан ләззатты түн жоқтай көрінді. Жетістікке жеткілерің келсе, жихадтан тайынбаңдар." Халид радиаллаху анху тек соғыс алаңында күреспен ғана шектелмей, өзіне жүктелген исламды үгіттеусінде де өз дәрежесіне орындады. Нажранға Харис ұлдарына исламды уағыздауға жіберілді. Оларға исламды түсіне аларлықтай дәрежеде айтып жеткізді. Харис ұлдары Халидтің уағыздауының нәтижесінде исламды қабылдады. Халид ибн Валид қатысқан шайқастарында Алланың разылығын алуды көздейтін. Ярмук соғысында гректердің қолбасшысына исламды уағыздады. Екі жақтың әскерлері бел сотып жатқан мезгілінің бірінде Халид ибн Валидтің әскери тәжірибесіне таңғалып, онымен сөйлескісі келді.
Византиялык кол башчы Георгий Халидден: "О Халид, шындыкты айт. Азат адам жалган сөйлемейди. Сермегениңди какырата кабысататындай сендеги кылычты Алла пайгамбарга көктөн түшүргениме?" Халид: "Жок. Олай болса, неге Алланын кылычы деп аталдың? Алла бизге пайгамбар жиберди. Кей бирөө оны моюндаса, кей бирөө онун айткандарына сенбеди. Мен де сол сенбегендердин катарында болатынмын. Соңунда Алла жүректеримизди исламга буруп, бизди туура жолго түшүрдү. Пайгамбарыбыз маған дуа етіп, сен Алланың қылыштарынан бір қылышсың деді. Осыдан кейін мен Алланың қылышы деп атандым. Византиялық қолбасшы: "Бүгін исламды қабылдаған адамға сіздерге берілгендей сауап пен сый берілеме?" деп сұрады. Хазрет Халид бүкіл жан дүниесімен: "Я, бәлкім ол бізден де жоғары болуы мүмкін. Сендер бұл дінге бұрын кірсеңдер, бұл қалай болады?" деді таңырқай. "Біз Расулулламен бірге өмір сүрдік, оның мұғжизаларына куә болдық. Біздің көргенімізді көріп, естігенімізді естігендердің мұсылман болмауы ақылға қонымсыз. Сендер болса оны көрген жоқсыңдар. Сол себепті сендер ғайыпқа сенген боласыңдар. Егер шын ниет әрі ықыласпен исламды қабылдасаңдар, сауаптарың мол болады." Византиялық қолбасшы атымен Халидтің қасына тақап келіп: "Уа Халид, маған исламды үйрет" деді. Ол Халид арқылы жүрегі алып ұшып, исламды қабылдады. 2 бас намаз оқығаннан кейін өзінің бұрынғы жақтастарына қарсы соғысып шейіт болған еді. Жеңілмес қолбасшы Әзіреті Абу Бәкір мен Омардың халифалығы кезінде де қолбасшылық қызметін атқарды. Ислам дұшпандарының жүрегіне үрей салды. Өйткені қол бастаған бүкіл шайқастарында жеңістен жеңіске жетіп отырды. Дос та дұшпан да оның қылышы көктен түскендей көретін. Әскерлері оны адам кейпінде түсірілген періштедей қабылдады. Жеңістер үст-үстіне өдеп, аты аңызға айнала бастады. Тіпті кейбіреулер: "Егер Халид басқарса шығамыз, болмаса жоқ" дейтіндей дәрежеге жеткен. Бұл Омарды мазалай бастады. Өйткені халық Алланың құдіреті мен жәрдемін ұмытып, барлық жетістікке Халидтің арқасында жетіп жатырмыз деп сене бастады. Сондықтан да Әзірет Омар: "Халық жеңістерді сенің жеке басыңнан көруде" деп оның қолбасшылықтан алып тастады. Марапат естудің орнына міндеттен босатылғанын естіген кезде бұл әмірге үн-түнсіз басын иеді. Менменсініп көкірек қақпады. Халифаның айтқандарын құп алды. Белді даңқты қолбасшы бола тұра, кезінде өзінің қол астында болған қатардағы бір жауынгердің басқаруында шайқас жолын жалғастырды. Ұлы мақсатқа жету жолында Халид үшін қарапайым әскер болу, қалың қол басқару арасында еш айырмашылығы жоқ еді. Ол жай әскер болса да, қолбасшы болса да, бойындағы бүкіл қуатын өзі сенген Аллаға, серт берген елшісіне саллаллаху алейхи вассалам және дін туын желберу үшін жұмсайтын. Алла қолдауымен 2 бірдей императорлықты жермен жексен еткен Халид дүние салғанда артында іліп алар дүние мүлкі қалмаған еді. Әрине бұл дүние жинамау керек деген сөз емес. Көңілін өткінші дүниеге байламай, бұл дүниенің негізгі иесіне бағыштау деген сөз. Ол өлген кезде артында тек жаугершілікте мінген аты мен қылышын қалдырды. Әзірет Халид ибн Уалид қайтыс болар кезде: "Атымды қылышымды әкеліңдерші, оларды соңғы рет бір көрейін" деп, өмірін сұрапыл шайқастарды өткізгендігін еске ала, көкірегі қарс айырылды. Бүкіл ғұмырын сұрапыл шайқас үстінде шейіт болуды армандап өткізген нар тұлғалы алып батыр Халидке төсек тартып жатып өлу ауыр тиді. Бұл сезімін: "Қаншама шайқасқа қатыстым, денемді қылыш сілтеніп, найза қадалмаған, оқ тимеген сау тамтық жер жоқ. Алайда төсегімде жан тәсілім етіп барам. Қорқақтар дүниеде масайрамасын" деп кетті өлерінде. Алланың қылышы дүниеден озған кезде халифа Омар Халид сияқты ерлерді ендігәрі ешбір ана дүниеге әкеле алмас деп егіле жылады. Алайда ол тек Халидті жоғалтқаны үшін емес, өлімнің Омардың қолындағы мүмкіндіктен қаққаны үшін жылады. Өйткені Халид өлмегенде халықтың жаңылыс сезімі басылған соң оны қайтадан қолбасшы етіп тағайындағысы келген еді.